Австралия өте үлкен ел. Ол оңтүстік жарты шарда орналасқан. Бұл оның экватордан оңтүстікте екенін білдіреді. Ол бір мезгілде әрі құрлық, әрі арал болғандықтан ерекше. Шын мәнінде Австралия әлемдегі ең кішкентай құрлық. Дегенмен ол сондай-ақ әлемдегі ең үлкен арал. Осы оқшаулану Австралияны өте ерекше етті. Онда жер шарының басқа еш жерінде кездеспейтін бірегей өсімдіктер мен жануарлар пайда болды. Оның басқа ірі құрлықтардан алыс орналасуы оның тарихы мен қоршаған ортасына қатты әсер етті. Австралия құрлығын үлкен мұхиттар қоршап жатыр. Үнді мұхиты оның батысы мен оңтүстігінде орналасқан. Тынық мұхиты шығысында. Осы үлкен су айдындары оның теңіз шекараларын анықтайды. Австралияның ешбір елмен құрлықтағы шекарасы жоқ. Оның ең жақын көршілері солтүстікте Индонезия, Шығыс Тимор және Папуа Жаңа Гвинея. Жаңа Зеландия оңтүстік шығыста, Тасман теңізінің арғы жағында орналасқан. Осы мұхиттар Австралияның климатына және оның әлеммен байланысына әсер етеді. Австралия көлемі жағынан өте үлкен. Ол өте үлкен жер аумағын алып жатыр. Ел мыңдаған шақырымға созылып жатыр. Австралияға барғанда, оның кеңдігі бірден көзге түседі. Барлық жерде кең байтақ ашық жерлер бар. Бұл кеңістік сезімі келушілер үшін таңғаларлық болуы мүмкін. Ол еркіндік пен шексіз көкжиек сезімін сыйлайды. Ландшафттың ауқымы шынымен таң қалдырады, және адамдардың құрлықта қалай өмір сүріп, саяхаттайтынына әсер етеді. Австралияны жиі төменгі жақтағы ел деп атайды. Бұл танымал лақап ат оның орналасуына байланысты. Солтүстік жарты шардағы адамдардың көзқарасы бойынша ол экватордан төмен орналасқан. Бұл атау елге өте сай келеді. Ол оның алыс әрі ерекше сипатын білдіреді. Төменгі жақтағы ел деген сөз ерекше әрі басқаша жердің бейнесін елестетеді. Ол Австралияның әлемдік аренадағы ерекше болмысын көрсетеді. Дүние жүзіндегі көптеген адамдар бұл жылы әрі таныс атауды біледі. Австралияның географиясы кереметтей алуан түрлі. Онда ландшафттың көптеген түрлері бар. Құрлықты жалпы үш негізгі физикалық аймаққа бөлуге болады. Олар батыс үстірті, орталық ойпаттар және шығыс таулары. Әр аймақтың өзіндік ерекшеліктері мен сипаттамалары бар. Бұл алуан түрлілік Австралияны зерттеуге және тануға қызықты етеді. Биік таулардан тегіс жазықтарға дейін Австралияда бәрі бар. Осы аймақтарды түсіну құрлықты жақсырақ ұғынуға көмектеседі. Батыс үстірті Австралияның үлкен бөлігін алып жатыр. Ол құрлықтың 2/3 бөлігін негізінен батыста алып жатыр. Бұл аймақ өте көне және негізінен тегіс. Онда бірнеше үлкен шөлдер бар. Үлкен Виктория шөлі мен үлкен құмды шөл оның танымал мысалдары. Құрғақ болғанына қарамастан, батыс үстірті минералдарға бай. Тау-кен өнеркәсібі бұл аймақта өте маңызды сала. Мұнда темір кені мен алтын сияқты көптеген бағалы ресурстар кездеседі. Орталық ойпаттар Австралияның ортасында орналасқан. Бұл аймақ батыс үстіртіне қарағанда әлдеқайда тегіс. Бұл кең байтақ ойпатты жер. Мұндағы негізгі ерекшелік үлкен артезиан алабы. Бұл үлкен жер асты су көзі. Ол елдің осы құрғақ бөлігіндегі ауыл шаруашылығы үшін өте маңызды. Австралияның ең ірі Муррей-Дарлинг өзен жүйесі де осы ойпаттар арқылы ағып өтеді. Бұл аймақ егіншілік үшін маңызды және көптеген қауымдастықтарды қамтамасыз етеді. Шығыс таулары Австралияның шығыс жағалауы бойымен созылып жатыр. Бұл аймақты үлкен суайрық жотасы деп те атайды. Бұл таулар мен үстірттердің ұзын тізбегі. Бұл таулар өте биік емес, бірақ өте маңызды. Олар шығыстан келетін ылғалды бөгеп, Австралияның климатына әсер етеді. Австралия халқының көп бөлігі осы таулардың шығысындағы жағалаудағы жазықтарда тұрады. Бұл аймаққа жауын-шашын көп түседі, және қалалар мен ауыл шаруашылығына қолайлы құнарлы жерлері бар. Австралияның климаты құрлық бойынша қатты өзгереді. Елдің көп бөлігі құрғақ немесе жартылай құрғақ. Бұл оған жауын-шашынның өте аз түсетінін білдіреді. Оның үлкен аумағы мен орналасуы ауа райына әсер етеді. Мұхит ағыстары да маңызды рөл атқарады. Оңтүстік тропик Австралияның ортасынан өтеді. Бұл ендік сызығы солтүстіктің көп бөлігі тропиктік екенін білдіреді. Оңтүстігінде қоңыржай климат басым. Климаттың бұл алуан түрлілігі әртүрлі табиғи орталардың қалыптасуына ықпал етеді. Солтүстік Австралияда тропиктік климат.
Бұл аймақта екі негізгі маусым болады: ылғалды маусым және құрғақ маусым. Ылғалды маусым көбінесе жаз айларында қатты жаңбыр әкеледі. Мұнда муссондық ауа райы жиі кездеседі. Солтүстікте температура жыл бойы жылы немесе ыстық болады. Дарвин мен Кернс сияқты қалалар осы тропиктік аймақта орналасқан. Әсіресе ылғалды маусымда ылғалдылық өте жоғары болуы мүмкін. Бұл климат қалың тропиктік ормандар мен тропиктік саванналардың өсуіне жағдай жасайды. Оңтүстік Аустралияда негізінен қоңыржай климат. Елдің бұл бөлігінде 4 мезгіл айқын байқалады. Қысы әдетте жұмсақ, ал жазы жылы немесе ыстық болады. Оңтүстіктегі кейбір аймақтарда, мысалы, Батыс Аустралия мен Оңтүстік Аустралияның бөліктерінде жерорта теңізі климаты бар. Бұл олардың жазы жылы әрі құрғақ, ал қысы салқын әрі ылғалды болатынын білдіреді. Сидней, Мельбурн және Перт сияқты ірі қалалар осы қоңыржай аймақта орналасқан. Бұл климат ауыл шаруашылығының көптеген түрлеріне қолайлы. Аустралияның ішкі бөлігі, оны жиі Outback деп атайды, шөлді климатқа ие. Бұл аймақта температура өте қатты болады. Жазда күндіз өте ыстық болуы мүмкін. Қыста, әсіресе түнде, суық болуы мүмкін. Outbackте жауын-шашын өте аз және тұрақсыз. Мұндай жағдайларда өмір сүру өте қиын. Осыған қарамастан мұнда бірегей экожүйелер мен қауымдастықтар бар. Аустралия сондай-ақ климаттың өзгеруінің салдарын бастан кешуде. Бұған жиілеген аптап ыстықтар мен құрлықтағы жауын-шашын мөлшерінің өзгеруі кіреді. Аустралияның тарихы оның байырғы халықтарынан басталады. Аборигендер мен Торрес бұғазы аралдарының тұрғындары, оның ежелгі тұрғындары. Олар бұл құрлықта 65 мың жылдан астам уақыт өмір сүрген. Бұл олардың мәдениетін әлемдегі ең көне үздіксіз тірі мәдениет етеді. Байырғы аустралиялықтардың жермен терең рухани байланысы бар. Олардың түс көру уақыты деп аталатын дәстүрлері мен аңыздары әлемнің жаратылуын түсіндіреді. Бұл ежелгі мұра Аустралияның болмысының маңызды бөлігі. Еуропалық зерттеушілер Аустралияны алғаш рет 17 ғасырда көрген. Вильям Янсон сияқты Голланд теңізшілері алғашқы болып жағаға түскен. Алайда, шығыс жағалауды жан-жақты картаға түсірген Ұлыбританиядан шыққан капитан Джеймс Кук болды. 1770 жылы Кук құрлықтың шығыс бөлігін Британияға тиесілі деп жариялады. Ол оны жаңа оңтүстік Уэльс деп атады. Бұл оқиға Аустралия тарихында жаңа кезеңнің басталуын білдірді. Ол құрлық пен оның байырғы тұрғындары үшін елеулі өзгерістерге алып келді. Куктың саяхатынан кейін көп ұзамай британдық отарлау басталды. Сотталғандар мен қоныстанушыларды тасымалдаған бірінші флот 1788 жылы келді. Олар Сидней шығанағында сотталғандар қонысын құрды. Сотталғандар мен алғашқы қоныстанушылар үшін өмір өте ауыр болды. Олар бейтаныс ортаға, азық-түлік тапшылығына және байырғы халықтар мен қақтығыстарға тап болды. Уақыт өте келе құрлықта жаңа қоныстар пайда болды. Отарлаудың байырғы аустралиялықтарға әсері терең әрі жиі жойқын болды. Аустралия біртіндеп ұлт болып қалыптасты. 19 ғасырда бірнеше алтын безгегін қоса алғанда елеулі өзгерістер болды. Бұл оқиғалар байлық іздеген көптеген жаңа иммигранттарды әкелді. Бұл халық санын арттырып, экономикалық өсуге түрткі болды. Құрлықтағы жеке британдық колониялар ақырында бірігуге шешім қабылдады. 1901 жылы Аустралия одағы құрылды. Бұл Аустралияның тәуелсіз мемлекет ретінде пайда болуын білдірді. Бүгінде Аустралия күрделі тарихы бар заманауи көпұлтты ел. 5-ші бөлім міндетті түрде көру керек кереметтер Аустралияның басты туристік орындары. Аустралияда әлемге әйгілі көптеген туристік орындар бар. Ең танымалдарының бірі Сидней опера театры. Бұл таңғажайып ғимарат заманауи сәулет өнерінің жауһары. Ол әдемі жерде Сидней айлағында орналасқан. Опера театры, опера, балет және концерттерді қоса алғанда сахна өнерінің ірі орталығы. Ол ЮНЕСКОның дүниежүзілік мұра нысаны және Сидней мен Аустралияның символы. Оның желкенге ұқсас бірегей дизайнын тамашалау үшін жыл сайын миллиондаған туристер келеді. Тағы бір керемет табиғи ғажайып үлкен Тоскауыл рифі. Бұл әлемдегі ең үлкен маржан рифтері жүйесі. Риф Квинсленд жағалауынан 2300 шақырымнан астам қашықтыққа созылып жатыр.
Ол теңіз тіршілігінің таңғажайып алуан түрлілігінің мекені. Мұнда мыңдаған балық, маржан және басқа да тіршілік иелері мекендейді. Оның сұлулығын сезінгісі келетін келушілер үшін сноркелинг пен дайвинг танымал іс-шаралар. Алайда, үлкен Тосқауыл рифіне климаттың өзгеруімен ластанудан үлкен қауіп төніп тұр. Оны қорғау үшін табиғатты қорғау шаралары өте маңызды. Аустралия аутбегінің қақ ортасында Улуру, басқаша Айерс Рок деп аталатын жер бар. Улуру – үлкен тұтас тас. Бұл жергілікті Анангу байырғы халқы үшін қасиетті орын. Тас әсіресе күн шыққанда және батқанда түсін өзгертуімен әйгілі. Ол қызыл, қызғылт сары және күлгін болып жарқырап көрінеді. Жақын жерде Ката-Джута, тағы бір үлкен тас күмбездер тобы орналасқан, ол да рухани маңызға ие. Улуру Ката-Джута ұлттық саябағына бару Аустралияның табиғи және мәдени мұрасымен танысуға керемет мүмкіндік береді. Әдемі жолдармен жүргенді ұнататындар үшін Улы мұхит жолы міндетті түрде көруге тұрарлық. Бұл әйгілі жол Викторияның оңтүстік жағалауының тік жарлары бойымен созылып жатыр. Ол оңтүстік мұхиттың таңғажайып көріністерін ұсынады. Жол бойында керемет тас құрылымдарын көруге болады. 12 елші деп аталатын әктас бағандары ең әйгілісі. Жолдың өзі бірінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан аустралиялық сарбаздарға арналған ескерткіш. Оны соғыстан оралған сарбаздар салған және бұл инженерлік ғажайып. 6 бөлім. Бірегей тұрғындар. Аустралияның таңғажайып жануарлар дүниесі. Аустралияның жабайы табиғаты шынымен бірегей және бүкіл әлемге әйгілі. Оның көптеген жануарлары қалталылар. Қалталылар балаларын қалтасында алып жүретін сүтқоректілер. Кенгуру Аустралияның ең танымал қалталы жануары шығар. Коалалар, вомбаттар, валабилер және посумдар, басқа мысалдар. Құрлықтың оқшаулануы бұл жануарлардың ерекше жолмен дамуына мүмкіндік берді. Сондықтан Аустралияның көптеген жануарлары жер шарының басқа еш жерінде кездеспейді. Оларды зерттеу басқа табиғи әлемге қадам басқанмен бірдей. Кенгуру Аустралияның қуатты символы. Кенгурудың көптеген түрлері бар. Олардың мөлшері кішкентай, егеу құйрық кенгурудан үлкен қызыл кенгуруға дейін өзгереді. Кенгурулар мықты артқы аяқтарымен танымал. Олар бұл аяқтарын секіру үшін пайдаланады. Бұл ұзақ қашықтыққа жүрудің тиімді жолы. Көптеген кенгурулар шөптер мен өсімдіктермен қоректенетін шөп қоректілер. Оларды жиі моб деп аталатын топтарда көруге болады. Кенгуруларды табиғи ортасында бақылау көптеген келушілер үшін ұмытылмас тәжірибе. Коалалар Аустралияның тағы бір сүйікті жануары. Олар ағашта өмір сүретін қалталылар, яғни ағаштарда тіршілік етеді. Коалалардың өте ерекше тамақтану тәртібі бар. Олар негізінен эвкалипт ағаштарының жапырақтарын жейді. Бұл жапырақтарда қоректік заттар аз, сондықтан коалалар күніне 20 сағатқа дейін ұйықтап, энергияны үнемдейді. Олар сүйкімді, жұмсақ аюларға ұқсағанымен, олар мүлдем аю емес. Коалаларға мекендеу ортасының жойылуы мен аурулар сияқты бірнеше қауіп төніп тұр. Оларды қорғау Аустралиядағы табиғатты қорғаудың негізгі мәселесі. Қалталылардан басқа, Аустралияда басқа да ерекше тіршілік иелері бар. Үйректұмсық пен ехидна, монотремдер, жұмыртқа салатын сүтқоректілер. Бұлар тірі бала туудың орнына жұмыртқа салатын сүтқоректілер. Динго Аустралияның жергілікті жабайы иті. Құрлық сондай-ақ құстардың алуан түріне толы. Олардың қатарында ұшпайтын эму, күлкісімен танымал кукабара және көптеген түрлі түсті тот құстар бар. Қолтырауындар, жыландар және кесірткелер сияқты бауырымен жорғалаушылар да жиі кездеседі. Осы алуан түрлі жануарлар дүниесін сақтау Аустралияның табиғи мұрасы үшін өте маңызды. 7 бөлім. Ботаникалық жұмақ. Құрлықтың бай өсімдіктер дүниесі. Аустралияның өсімдіктер әлемі оның жануарлар дүниесі сияқты бірегей. Құрлықтың флорасы миллиондаған жылдар бойы оқшауланып дамыған. Бұл дегеніміз, Аустралияның көптеген өсімдіктері тек осы жерде ғана өседі. Бұл өсімдіктер құрлықтың жиі қатал және құрғақ жағдайларына бейімделген. Олар биік ормандардан бастап, шөлге төзімді бұталарға дейін керемет алуан түрлілікті көрсетеді. Аустралияның ботаникалық әлемін зерттеу бейімделу мен тіршілік етудің таңғажайып тарихын ашады. Эвкалипт ағаштары, көбінесе сағыз ағаштары деп аталады.
Көптеген аустралиялық ландшафттарда басым. Эвкалипттің 700-ден астам түрі бар. Олар қарлы таулардан құрғақ ормандарға дейін барлық дерлік мекендеу орталарында кездеседі. Эвкалипт ағаштары Аустралияның климатына, соның ішінде жиі болатын орман өрттеріне жақсы бейімделген. Көптеген түрлерінің жапырақтарында эфир майлары бар. Бұл оларға ерекше иіс береді. Бұл ағаштар ағаш өндірісі, бал өндіру үшін және коалалар сияқты жануарларға азық көзі ретінде маңызды. Акация ағаштары, сондай-ақ уотл деп аталады, аустралиялық өсімдіктердің тағы бір маңызды тобы. Құрлықта акацияның жүздеген түрлері кездеседі. Алтын уотл, Acacia pycnantha, Аустралияның ұлттық гүл эмблемасы. Уотлдарды әсіресе көктемде ашық сары, үлпілдек гүлдерінен оңай тануға болады. Олар құрғақ топыраққа және күн сәулесіне бейімделген төзімді өсімдіктер. Көптеген акация түрлері топырақтағы азотты бекітуде маңызды рөл атқарады. Бұл басқа өсімдіктердің өсуіне көмектеседі. Эвкалипт пен акациядан басқа, Аустралияда көптеген басқа да тамаша өсімдіктер бар. Өзіне тән гүл шоқтары бар банксиялар, танымал өсімдіктер. Гревилиялар, жиі өрмекші гүлдері деп аталады. Күрделі және түрлі түсті гүлдері бар. Үлкен қызыл гүл басы бар. Варата, жаңа оңтүстік Уэльстің гүл эмблемасы. Құрғақ аймақтарда төзімді спинифекс шөптері үлкен аумақтарда алып жатыр. Солтүстік Аустралияда ежелгі папоротниктер мен пальмалары бар, қалың тропиктік ормандар бар. Орман өрттері жойқын болғанымен, олар көптеген аустралиялық экожүйелердің табиғи бөлігі болып табылады, және кейбір өсімдік түрлерінің қалпына келуіне көмектеседі. 8-ші бөлім – ұлттың жүрек қағысы, байырғы мәдениет және заманауи дәстүрлер. Аустралияның байырғы халықтарының мәдениеті ежелгі әрі бай. Аборигендер мен Торрес бұғазы аралдары тұрғындарының мәдениеттері жермен, теңізбен және аспанмен терең рухани байланысқа ие. Бұл байланыс олардың болмысының негізі болып табылады және жиі атамекен деп аталады. Түс көру уақыты немесе армандау, орталық наным сенім жүйесі. Ол тіршілік пен ландшафттың жаратылуын түсіндіреді. Ол сондай-ақ моральдық және әлеуметтік бағыт-бағдар береді. Отбасылық қатынастар мен міндеттерді анықтайтын туыстық жүйелер де байырғы қоғамдарда өте маңызды. Дәстүрлі байырғы өнер бүкіл әлемге әйгілі. Оған нүктелі кескіндеме, жартас өнері, рентгендік өнер және қабыққа сурет салу кіреді. Бұл өнер түрлері тек сәндік емес. Олар әңгімелер айту, білім беру және жерді картаға түсіру үшін қолданылады. Музыкада байырғы мәдениеттің маңызды бөлігі. Диджериду, өрмелі аспап, бірегей күңіренген дыбыс шығарады. Дәстүрлі билер салтанатты рәсімдер мен жиындарда орындалады. Бұл көркем өрнектер ежелгі дәстүрлерді сақтап, байырғы мәдениетті әлеммен бөліседі. Заманауи аустралиялық мәдениет оның британдық отаршылдық мұрасынан айтарлықтай әсер алған. Ағылшын тілі, ұлттық тіл. Аустралияның заң, үкімет және білім беру жүйелерінің көптеген аспектілері британдық тамырларға ие. Алайда, Аустралия өзінің ерекше болмысын қалыптастырды. Аустралиялықтарды жиі еркін және бейресми өмір салтын ұстанатын адамдар ретінде көреді. Табиғат аясында болуға және спортқа деген үлкен сүйіспеншілік бар. Крикет, регби және аустралиялық футбол ұлттық құмарлықтар. Жағажай мәдениеті де жағалауға жақын тұратын көптеген аустралиялықтардың өмірінің маңызды бөлігі. Бүгінде Аустралия жарқын көпұлтты мемлекет. Екінші дүниежүзілік соғыстан бері ол әлемнің түкпір-түкпірінен иммигранттарды қабылдады. Бұл мәдениеттердің, тілдердің және асханалардың бай тоғысқан алуан түрлі қоғамын құрды. Аустралия қалаларында жер шарының кез келген бұрышынан келген тағамдарды табуға болады. Көптеген фестивальдер мен мерекелер осы көпұлттылықты көрсетеді. Маңызды ұлттық күндерге 26 қаңтардағы Аустралия күні және 25 сәуірдегі Анзак күні кіреді. Анзак күні ел үшін соғысып, қаза тапқан сарбаздарды еске алады. 9-шы бөлім. Қорытынды. Аустралия басқа ешбір құрлыққа ұқсамайтын құрлық. Қорытындылай келе, Аустралия шынымен де басқа ешбір құрлыққа ұқсамайтын ерекше құрлық. Оның ұзақ уақыт бойы географиялық оқшаулануы оның тағдырын қалыптастырды. Бұл бірегей экожүйелер мен ландшафттардың дамуына әкелді. Кең шөлдерден қалың тропиктік ормандарға дейін оның табиғи ортасы кереметтей алуан түрлі.
Құрлықтың өсімдіктері мен жануарлары жер бетіндегі ең ерекшелердің қатарында. Көптеген түрлері басқа еш жерде кездеспейді. Бұл Аустралияны эволюцияның тірі зертханасына айналдырады. Бұл табиғи бірегейлік оның әлемдік тартымдылығының негізгі бөлігі. Аустралия ежелгі мұра заманауи, серпінді қоғаммен тоғысатын жер. Аустралияның байырғы мәдениеттері әлемдегі ең көне үздіксіз мәдениеттер. Олардың жермен терең байланысы терең даналықты ұсынады. Осы ежелгі мұрамен қатар Аустралия жас мемлекет. Оның бүкіл әлемнен жиналған көпұлтты халқы бар. Ескі мен жаңаның бұл үйлесімі қызықты әрі күрделі ұлттық болмысты қалыптастырады. Бұл үнемі дамып келе жатқан, бірақ өткенімен тығыз байланысты ел. Саяхатшылар мен шытырман оқиға іздеушілер үшін Аустралия шексіз мүмкіндіктер ұсынады. Зерттейтін және ашатын нәрселер өте көп. Сіз үлкен тосқауыл рифінде сүңги аласыз, немесе қатал аутбекті зерттей аласыз. Сіз қайнаған қалаларға бара аласыз, немесе әдемі жағажайларда демала аласыз. Аустралия халқы әдетте мейірімді және қонақжай болып келеді. Бұл елге баруды одан да жағымды тәжірибеге айналдырады. Бұл қиялды баурап алатын және барлық келушілерге ұмытылмас әсер қалдыратын мекен. Аустралия әлемде ерекше орын алады. Бұл табиғи сұлулық пен мәдени алуан түрлілікке бай, ғажайыптар құрлығы. Қазақстандағы және бүкіл әлемдегі адамдар үшін Аустралия басқа әлемге көз жүгіртуге мүмкіндік береді. Оның бағалы табиғи ортасы мен бірегей жабайы табиғатын қорғау маңызды. Сондай-ақ, оның ежелгі байырғы мұрасын заманауи көпұлттылығымен қатар құрметтеу және атап өту өте маңызды. Аустралия сөзсіз болашақ ұрпақтарды таң қалдырып, шабыттандыра береді.